және маған пайдалы болғаны осы балдардың вакцинациясына барлық көбінесе ата-аналар қорқып қарсы болушы еді. Енді қазір ол туралы ойларым өзгерді. Барлық ата-аналарға айтып, ескертіп жүремін. Оны шашалып қалған жағдайда не болады? Судорога болған жағдайда не болады? Түсінбеген нәрселеріміздің бәрін бізге түсіндіріп айтқан Қалдарбек Абылай мырзаға рахмет. Саналы ана, сау бала атты семинарға қош келдіңіздер дейміз. Баланың бойы мен салмағы маңызды фактор. Бұл жерде біз физиология туралы айтамыз, өйткені көп аналар бала туылған кезде 1 жасқа дейін оның жалпы салмағы мен бойына байланысты көптеген сұрақтарды қойып жатады. Менде жалпы әлеуметтік желіде де, TikTokта, Instagramда барлық жерде бұндай сұрақтың саны өте көп. Өйткені бала мынанша айлық, мынанша жаста, салмағы осындай, ол норма ма, бізге учаскелік дәрігер перевес деді, немесе недовес деді деген секілді, оны қалай қуып жетіп алуға болады, қалай реттеуге болады деген сияқты сұрақтардың легі хатпен келіп жатады. Сол туралы айтқымыз келеді, келесі слайд. Жалпы бірінші біз баланың салмақ нормасына келетін болсақ, бала туылған кезде өздеріңіз білесіздер, роддомда 10-12% салмағын тастап шығады. Яғни бала 3 килограмм туылса, соның 10-12%-ын артқа қарай кетіп, бірінші, екінші тәулікте артқа қарай кетеді, яғни 10-12% салмақтан тастайды. Енді мына таблицаны өздеріңіздер суретке түсіріп алсаңыздар да болады. Бұл жерде жалпы 12 ай ішінде бала туылғаннан бастап қосатын салмағы нормасы барлығын көрсеткенбіз. Яғни бірінші жоғары жағына назар аударсаңыздар, 2 кило 900, 3 кило 900 бұл орташа есеппен алғанда норма есептелетін орташа плоттың салмағы. Келесі кезекте бірінші айда көрсетіп тұрғандағыдай, бірінші айда бала 600 грамм салмақ қосу керек, ары қарай екінші, үшінші айларда 800 граммнан орташа есептен, ары қарай 4-ші айдан 12-ші айға дейін әр ай сайын бала 50 грамм төменге қарай салмақ қоса береді, яғни 750, 700, 650. Ең соңында бала 1 жасқа толғанда, яғни 12-ші айында 1 ай көлемінде бала 350 грамм салмақ қосады. Бұл дегеніміз тәулігіне 8-12 граммды құрайды. Bir тәуліктің ішінде. Бұл көрсеткіш жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының орташа есебі. Бұдан бізде плюс-минус 10% ауытқу болуы мүмкін. Ол үшін қатты қорқудың қажеті жоқ. Ал егер одан жоғары немесе одан төмен ауытқулар болып жатса, міндетті түрде бұл сіздерге баланың организмінде бір нәрсе дұрыс емес деген сигнал. Яғни сіздің балаңызда что-то не то, бір нәрсе дұрыс болып жатқан жоқ. Міндетті түрде дәрігердің қатаң қадағалауы қажет болады. Келесі слайд. Енді баланың бой нормалары бала туылғаннан кейін 1 жасқа дейін дәл салмақ секілді, бой мен салмақтың бір-біріне пропорциясы сәйкес болуы қажет. Бұл жерде біз 4 кварталға бөлеміз, яғни 3 ай сайын. Бірінші ай мен 3 айдың аралығында бала әр ай сайын бізде 3 сантиметр бой қосып отырады. Солай екінші квартал 2,5 сантиметрден, үшінші кварталда 2-1,5 сантиметр ай сайын бой қосады, төртінші кварталда 1 сантиметрден әр айына. Яғни бала сізде 1 жылдың ішінде туылған өзінің бойына орташа есеппен 25 сантиметр бой қосады. Бұл норма жағдай. Және де сіздердің қаперлеріңізде болу керек, егер осы нормадан ауытқу болса, тағы да сіздерге сигнал, дәрігердің міндетті түрде консультациясы қажет болады. Келесі слайд. Жиі ауыратын себептер алдын алу. Қазіргі көп аналардың негізгі сұрағы, негізгі қойылатын нәрселер, оның барлығы бала жиі ауырып қала береді, не істейміз, қалай онымен күресеміз, жиі ауырмау үшін не істеу керек деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірақ естеріңізде болсын, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының орташа статистикасы бойынша 1 жасқа дейінгі бала 1 жыл көлемінде 6-8 респираторлы вирусты инфекцияның циклын өткізуі мүмкін. Ол норма болып есептелінеді. Яғни сіздің балаңыз 1 жылдың ішінде 6 рет температура өтеді, немесе мұрны ағып, жөтеліп ауыратын болса, это нормально. Өйткені 1 жасқа дейінгі ерте туылған, ерте жастағы бала 1 жасқа дейін түрлі вирустармен, түрлі инфекциялармен жолығып, соған қарсы иммундық жүйе, соған қарсы күш формировать ету керек 1 жасқа дейін. Бірақ енді 6-8 рет ауырады, қандай жағдайда алаңдау керек, осы туралы сіздерге толық түсіндіріп кетейін. Егер сіздің балаңыз температура болғаннан кейін сіз дәрі-дәрмек қолданып жатсыз, дәрігердің қадағалауындасыз, сіздің балаңыз 10 күн, 2 апта көлемінде ұзақ мерзімді температура болатын болса, яғни иммунный система дұрыс емес, баланың иммунитеті дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені иммундық жүйе біздің сырттан түскен дәрі-дәрмекке, медикаменттерге қарсы төтеп бере алмайды. Енді негізгі жиі аурушаңдыққа алып келетін біз ішкі және сыртқы факторлар деп екіге бөлеміз.
ішкі фактор дегеніміз баланың ағзасында болып жатқан ағзадағы белгілі себептерден дамитын жиі аурушаңдық. Ішкі факторларға жергілікті әлсіз иммунитет бізде. Иммундық жүйе ауытқуынан бастайық. Иммундық жүйе ауытқуы бізде түрлі гормоналды сбойлардан, яғни бала туылған кезде ағзадағы гормондардың жеткіліксіздігінің салдарынан бізде иммундық жүйенің ауытқуы болуы мүмкін. Енді жергілікті әлсіз иммунитет, қарапайым тілмен сіздерге түсіндіретін болсам, жалпы қанның құрамында бізде лимфоцит деген түйіршік бар. Ол лимфоцит бізде жалпы сыртқы ортадан түскен вирус, бактерия, агент деп айтамыз. Вирусқа, бактерияға қарсы бағытталған иммунитет, ағзаның күші. Ол сол жергілікті вирусты, былайша айтқанда, сол жерде тұтқындап, ары қарай ағзаға таралмауына жол жасайды. Жергілікті иммунитеттің тапшылығы дегеніміз, получается, қанның құрамындағы лимфоциттің қызметі дұрыс атқарылмайды да, ағзаға түскен, сырттан түскен агент ағзаға ары қарай жайылып кетеді. Бұл өз кезегінде түрлі клиникалық көріністерге алып келуі мүмкін. Жаңағыдай температура, жөтел деген секілді. Енді аллергия деп көрсеттік. Бұл жерде кез келген бала, яғни аллергиялық фоны бар, аллергический балдардың барлығының вторичный иммунодефицит деп айтамыз, екіншілік. Ол балдардың бәрі қауіп тобына жатады. Себебі біз аллергияны көп жағдайда негізі елемей жатады. Балаға бөртпе шығады, мысалға қарапайым дерматиттер, немесе жүрдектерден, жаңа памперстен, хаггистен берген аллергияларға біз көп көңіл аудармаймыз. Бірақ ағзаны түбегейлі егер зерттейтін болсақ, ол аллергия өз кезегінде кез келген нозологияны, кез келген ауруды өршітіп, ары қарай асқындырып жібереді. Бұл иммунитетке тікелей әсер ететін фактор болып табылады. Енді мұрын мен жұтқыншақ инфекциясы деп айтады. Балаларда бізде мұрында, жұтқыншақта, яғни бадамша бездерде өзінің қалыпты флорасы бар. Қалыпты флора дегеніміз ол тоже бактерия, бірақ ағзаға тән. Бұл сау балаларда иммундық жүйесі толық жұмыс жасап жатқан балалардың барлығының ағзасында болуы қажет. Бірақ мұрын мен жұтқыншақ инфекциясы дегеніміз сол патогенді флора, яғни қалыпты флорадан тыс бізде бадамша безде, мұрынның шырышты қабатында түрлі бактериялар болуы мүмкін. Бұған көп аналар көңіл аудармайды. Балам жиі ауырып қалады дейді, бірақ оның негізгі себебінің бірі мұрын мен жұтқыншақтағы инфекция болуы мүмкін. Енді бұл кезекте айтатын болсақ, бұны негізгі анықтау әдісі, лабораторлы әдіс арқылы мұрыннан бізде жұтқыншақтан пасев алады. Яғни лабораторияға барып анализ тапсырсаңыз, сол жерде ағзаға тән емес бактерияны шығарып береді. Бұл қарапайым күнде қалыпты жағдайда өз клиникасын бермегенімен, бала кез келген ауадан вирусты жұқтырған кезде қосымша фактор ретінде ағзаның күресуін бәсеңдететін себеп болып табылады. Келесі бізде мұрын шырышты қабығының нашар жағдайы деп келтірдік. Бұл кезекте жалпы мұрындағы және жаңа жоғарыда айтылған бадамша бездегі шырышты қабат бізде организмге сыртқы вирусты жібермейтін қақпа деп алсақ та болады. Яғни вирус бізге сырттан түседі ғой, основном мұрыннан және жұтқыншақ арқылы түседі. Сол жердегі құрғақтық, ылғалдылықтың ауадан төмен болуы, оның барлығы, яғни ворота арқылы вирустың, инфекцияның ауадан емін-еркін кіріп шығуына жағдай жасайтын себеп. Онымен күресуіміз керек. Келесі кезекте дисбактериоз. Дисбактериоз бұл ішектің патологиясы, яғни көп балаларда болады. Аналар былай келтіреді ол нәрсені. Менің де алдыма келіп жатады көп аналар. Балам жақпас нәрсе жеп қояды, көбінесе іші өтіп кетеді, не алады, бірақ основной өзінің қаперіне алмайды да ол нәрсені. Назар аудармай жатады. Бірақ балалардың иммундық жүйесі 70%-да осы ішекке байланысты. Неғұрлым ішек дұрыс жұмыс жасайды, баланың иммунитеті нығаяды. Өйткені ересек адамнан балалардың айырмашылығы иммунитет основном кишечный трактта, ішектерде. Сол себепті әрдайым егер сіздің балаңыз жиі іші өтетін, жиі функциональный расстройство болатын, іші қатып қалатын, іші желденіп кететін бала тобында болса, міндетті түрде онымен күресу керек. Яғни ол жерде пробиотиктер, энтеросорбенттер, ішектің сорылу механизмін күшейтетін дәрі-дәрмектерді комплекс ретінде алғандарыңыз дұрыс. Әртүрлі ауру ошақтары деп айтамыз. Енді бұл тарапта кең айтуға болады. Көп жағдайда мысалға балалар температура жетеді, ауырады, жөтеледі. Біз 5 күн, 4 күн, бір апта көлемінде антибиотик аламыз. Бала жақсарған секілді болады, температура болмайды, мұрын аққан барлығы тоқтайды. Біз антибиотик тоқтатамыз да, сол күйі сол ауру туралы ұмытып кетеміз. Өйткені біз антибиотикті сезімталдылыққа байланысты тағайындамайды біріншіден. Ағзада мысалға
Бактерия деген нәрсе ол капсуланың ішіне тығылып қалатын қорғаныш реакциясы бар ауру тобына жатады. Мысалға пневмониялар, жөтелдер, кез келген бактериялы инфекциялар антибиотикті бастаған кезде ол антибиотикке қарсы капсуланың ішіне кіріп тығылады. Сол капсуланың ішінде болған жағдайда, яғни антибиотик ол капсуланы жарып өте алмайды, егер сезімталдылығы болмаса. И біз антибиотикті тоқтатамыз, арада 2-3 апта уақыт өтеді, 1 ай көлемінде уақыт өтеді, бала қайтадан ауырады. Бұл жағдайда біз жалпы қанды пассивке тапсырамыз. Кровь на стерильность немесе гемокультура деп айтып жатады. Бұл қанның құрамындағы бактерияның қай антибиотикке сезімтал екенін анықтап беретін анализ тобы. Оны да мен аналардың назарына жеткізгім келеді, өйткені бізде қазір бесконтрольный, жалпы контрольсіз учаскелік дәрігерлер болсын, басқа дәрігерлер болсын, оңды солды антибиотик кеңінен қолданып жатыр. Бұл өз кезегінде ертеңгі күні бізде организмнің антибиотикке қарсы төтеп беру күшін жоғарылатады, и ертең антибиотик балаға әсер етпей қалады. Сол үшін міндетті түрде мүмкіндігінше сезімталдығына байланысты антибиотикті тағайындағандар дұрыс. Келесі слайд. Енді бізде сыртқы фактор деп айттық. Сыртқы факторға бұл жерде қарасаңыздар қарапайым нәрселер сияқты, бірақ көп аналардың өзі ескермейтін нәрсе. Санитарлық жағдайдың болмауы. Негізі байқасаңыздар, жиі аурушаңдық балаларда социалды жағдайы төмен отбасыларда кездеседі. Өйткені тұрмыс жағдайы төмен деңгейдегі отбасыларда көп жағдайда санитарлық жағдайлардың болмауы, санитарлық жағдай қадағаланбауы. Бұл өз кезегінде қол арқылы, жалпы таза емес дүниелер арқылы ағзаға бактерияның тез түсуіне алып келеді. Немесе қарама қайшы шамадан тыс тазалық деп жатамыз. Байқасаңыздар, өздеріңізде ересек адамдарды алсақ, қатты чистоплотный, әрдайым антисептик қолданып, қолын жуып, өте таза болып жүретін адамдар негізі аурушаңдыққа сәл жақындау келеді. Өйткені мен жоғарыда айтқандай, қалыпты бактериалды флораны олар жойып жібереді. Сол үшін мүмкіндігінше орта шекті норманы ұстап жүргендер. Қадағалаусыз дәрі қабылдау. Бұны да жоғарыда айтып кеттік, яғни оған антибиотик те жатады, басқа дәрі-дәрмектер де дәрігердің тағайындауымен, тағайындаусыз қазіргі аналар сондай бір үрдіс шығарған, өздігінен, қазір интернеттің дамыған заманы ғой, ашады да өздігінен дәрі-дәрмекті тағайындайды. Ол баланың иммундық жүйесін төмендетіп тастайды. Өйткені дәрі-дәрмек қызмет жасап жатқан жерде организмде иммундық жүйе бәсеңдейді. Өйткені иммунитеттің жұмысын бізде дәрі-дәрмек атқарып жатыр. Мерзімдік екпе алмау. Бұл да қазіргі өршіп тұрған жағдай. Көп аналар, көп балаларға қазір прививка алып жатқан жоқ. Неге? Өйткені аналардың түсінігінде мынандай нәрсе қалыптасқан, прививка алсақ, бала мүгедек болып қалады, немесе мүгедектікке алып келеді. Бірақ мен сіздерге айтайын, қазіргі уақытта жалпы екпелердің тасымалдануы, сақталуы барлығы стандартқа сәйкестендірілген. Яғни мерзімі бәріне толық көңіл аударылған. Сол себепті екпе ешқашан баланы мүгедектікке алып келмейді. Естеріңізде болса, жалпы тарихта бұрынғы заманда да холера, чума деген сияқты неше түрлі кең ауқымды бүткіл қаланы, ауданды жойып жіберген, зардап тигізген небір мықты аурулар бар. Күні кеше өткен ковид секілді зардабын талай халық көрген ауруларды осы вакцина арқылы бізде контролировать етіп отыр. Ал енді сіздерге мүмкін ұнайды, мүмкін ұнамайды, бірақ сіз қазір балаңызға прививканы уақытылы алмай, ертеңгі күні мүмкін 50 жылдан кейін, мүмкін 1 ғасырдан кейін қазіргі балалар тобы прививка алмаған. Ертеңгі күні сол вспышкеге, сол пандемияға төтеп бере алмайтын топ болып қалуы мүмкін. Сол үшін жиі аурушаңдық болмау үшін негізі екпені күнтізбеге сәйкес алғандарыңыз дұрыс. Көпшілік адаммен байланыс, яғни қоршаған ортада жалпы бізде қазір торговый центр, кинотеатр, парктер, ойын орталықтары өте көп. Сол жерге шыққанда міндетті түрде оксалин майын қолданыңыздар. Өйткені бұның 100% тиімділігі болмаса да, определенный деңгейде ол жаңағы тыныс воротасы деп айттық қой, инфекцияның воротасы. Сол жерде қорғауға септігін тигізетін болады. Қолайсыз климат көп жағдайда жиі аурушаңдық, иммунитетті төмендететін бізде күз мезгілдері және көктем мезгілдері. Бұл мерзімде баланың жалпы ағзасына, баланың иммундық жүйесіне өте ұқыпты болған дұрыс.
Енді ерекше атап өтетін нәрсе биологически активный добавки, белсендірілген қоспалар шамадан тыс қолдану. Қазіргі уақытта жалпы батты сататын, ұсынатын, реклама жасайтын фирмалардың саны өте көп. Неге? Өйткені кез келген биологически активный добавка бізде Қазақстан Республикасында жалпы фармацевтикалық контрольдан және фармацевтикалық тіркеуден өтпейді. Өйткені ол бізде дәрілік препарат емес. Ол шөп негізінде дейді, және де оның Қазақстанға жеткізілуі, нарықтағы сатылымы жеңіл болғандықтан ол қазір өте өрбіп барады. Бірақ өз кезегінде баланың ас қорыту жүйесі, бауыр, өт жолдарының барлығына зардап тигізуі мүмкін. Өйткені оның доказательный базасы жоқ. Көп жерлерде именно осы биологически активный добавкамен осы сөздерді жақтырмайды, бірақ ол шындық. Биологически активный добавканың бізде дәлелі жоқ. Ол ешқандай сізге кепілдік бере алмайды. Ол индивидуально әр организмнің сол шөптің құрамын жауап ретінде қабылдай алуына байланысты. Сол себеп биологически активный добавка мүмкіндігінше балаға бермеген дұрыс. Келесі слайд. Қажетті анализдер. Негізі қажетті анализдер, көп аналар бізде мән-жайға жалпы осы анализдерге көңіл бөлмей жатады. Өйткені қазақта мынандай нәрсе, жалпы біздің қоғамда мынандай нәрсе қалыптасып қалған. Бала ауырмады ма, жағдайы жақсы ма, ойнап күліп жүр ма, болды. Оны ешқандай анализ тапсырудың қажеті жоқ, ешқандай зерттеулерді жасаудың қажеті жоқ. Қашан бала ауырады, тек сол кезде ғана дәрігерге барады. Бірақ бала туылғаннан кейін 5 жасқа дейінгі балалар барлығы қауіп тобындағы балалар. Өйткені оларға бізде жылына 2 рет әр 6 ай сайын міндетті түрде мына көрсетілген анализдер тапсырып тұру керек. Бұл жерде әрқайсысының өзінің алатын орны бар. Тума ауруын зерттеуге арналған скрининг, жалпы туылған кездегі генетически деп жатамыз, тұқым қуалайтын ауруларды зерттеу үшін міндетті түрде 1 жасқа дейін осы анализдерді учаскелік дәрігерде өту қажет. Жалпы қан анализі қарап тұрсақ, общий анализ крови деймізді, көбіміз бізде көңіл аудармай жатамыз, бірақ жалпы қан анализінің өзінің айтатын нәрсесі көп. Оның құрамындағы эритроцит, гемоглобин мысалға, немесе соя деп жатамыз, гематокрит деп жатамыз, әрқайсысының өзінің нақты көрсететін көрсеткіштері бар. Мысалға, гемоглобиннің өзін алсақ, қазір 3 баланың 2-інде гемоглобин төмен. Жоқ дегенде 1-ші степень анемия. 102, 105, 108 деген секілді. 100 бен 110-ның арасында. Бұл өз кезегінде гемоглобин организмде мөлшерден төмен болғандықтан, организмде бізде кислород тасымалданбайды. Получается, бізде кислород тасымалданбағаннан кейін уже организмдегі зат алмасу әлсірейді. Ол өз кезегінде балаға иммундық жүйені нығайтуға кері әсерін тигізеді. Яғни оған мешать етеді. Сол секілді лейкоцитті формуласы бар жалпы қан анализі деп келтірдік. Бізде көп дәрігерлер деп айтайын мен, аналар ғана емес, көп жерде менің байқайтыным лейка формулаға назар аударып жатпайды. Бізде основной 6 жаңағы компонент, гемоглобин, эритроцит, соя деп айттық қой. 6 көрсеткішке көңіл аударады, ал оның ішіндегі эзонофил, лимфоцит, нейтрофил деген өзінің көрсеткіштері бар. Оларға көңіл аудармайды. Олар неге жауап береді? Бізде жалпы антибиотик болсын, противовирусты препарат болсын, тағайындау үшін аурудың негізгі себебін біліп алу керек. Ол бізде вирус па, бактерия ма? Вот жаңағы мен айтып жатқан лимфоцит, нейтрофил деріңіз, моноциттеріңіз осы вирус немесе бактерияға жауап береді. Егер жалпы қан анализінде сізде нейтрофил жоғарылайтын болса, нормадан жоғары болатын болса, ол бала ағзасында бізде бактерияның көбейіп жатқанын көрсетеді. Яғни противовирусный препарат керек емес, ол жерде бізге нақты бактерияға қарсы антибактериальный препарат қолдануымыз қажет деген сөз. Немесе керісінше лимфоцит жоғарылап жатса, бұл противовирусный. Сіз қанша антибиотик қолданғаныңызбен, қанша балаға антибиотик бергеніңізбен ол ешқандай әсері болмайды. Балаңыз созылып, ауырып жүре береді. Өйткені антибиотик ағзаға түскенмен оның барып әсер ететін орны жоқ та. Ағзада циркулировать етеді, ертеңгі күні мочамен, жалпы үлкен дәретімен антибиотик ағзадан шығады, ол еш нәрсеге де әсер етпейді. Сол үшін осы нәрселерді қаперіңізде сақтап, міндетті түрде көңіл аударғандарыңызды сұраймын. Биохимиялық қан талдауы дедік. Биохимиялық қан талдаудың негізгі мақсаты бала ағзасындағы бауырдың зәр шығару жүйелерінің, ас қорыту жүйелерінің қызметін анықтау. Мысалға, биохимиялық қан анализінде бізде
билирубин, АЛТ, АСТ деген көрсеткіштер бар. Олар бізде нақты бауырдың қызметін көрсетеді. Яғни қазіргі уақытта дәрі-дәрмекті, антибиотиктерді көп қолданатын бала тобы көп дедік қой. Яғни қолдану арқылы баланың бауырына көптеген зақым тиіп жатыр. Ал бауыр бізде ағзада негізгі депо, фильтр деп айтамыз. Кез келген процесті фильтрлеп етіп, қанды тазалап тұратын бізде бауыр. Сол үшін жылына 2 рет әр 6 ай сайын осы анализдерді міндетті түрде тапсырып тұруымыз керек. Гормондарға талдау. Көп жағдайда біз өзіміз де, жалпы аналардың көпшілігі де гормон деген нәрсені біз көп ескере бермейміз. Өйткені гормон туралы біз кеңінен көп жағдайда айтылмай жатады. Аналар хабардар емес. Жалпы ағзаның жетілуіне және зат алмасу процесіне бірден бір әсерін тигізетін нәрсе ол гормон. Енді бізде темір мен ферритин талдау дедік. Бұл гемоглобинге жаңа айтқан 3 баланың екеуі анемия дедік. Соған тікелей жауап береді. Ферритин және де бізде темір екеуінің көрсеткіші. Темір тапшылықта анемияның алдын алмасаңыздар, балаларыңыз әрдайым жиі ауыршаң болып келеді. Сол себепті осы анализдерді тапсырыңыздар. Енді біздің семинардың бірінші бөлігі осымен аяқталды. Қазір кішігірім үзіліс қылайық, миымызды тынықтырып алайық. Бір 5-10 минут жинақталып алайық. Сіздерді столға шақырамын. Келіңіздер, ары қарай екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Енді семинарымыздың екінші бөлігі бізде витаминдерден басталады. Витаминдер жалпы адам ағзасында өте маңызды рөлді атқарады. Бірақ біз қазіргі уақытта көп витаминдерге талдаулар жасап, немесе ағзадағы оның авитаминоз деп жатамыз, витамин жетіспеушілігін нақты анықтап жатпаймыз. Балам тез шаршағыш, немесе жалпы жаңағыдай жиі ауырып қалады, сәл салқынға шықса көз жазаурап қалады деген секілді жалыптар көп та бізде, шағымдар. Бірақ жалпы ағзадағы осы нәрсенің бәрін нығайтуға, біз бүгін қайта-қайта айтып жатқан иммундық жүйені нығайтуға жауап беретін негізгі нәрсе ол витаминдер екенін біз әрдайым ұмытып кетіп жатамыз. Мына слайдта мен жалпы негізгі витаминдерді алдық. Бұл жерде неге жауап береді? Мысалға мен қарапайым нәрсені айтайын сіздерге. Қазір бізде былайша айтқанда хит болып жатқан, аналардың бәрі қазір қолданып жатқан, сұраныста болып жатқан D витамині, көп тағайындалып жатқан нәрсе, ол D витамині. Бірақ егер қарасаңыздар, D витаминді біз талдаусыз тағайындаймыз. Оның негізгі бөлінетін профилактикалық және емдік дозасы бар. Көп жағдайда аналар профилактикалық дозаны береді да, талдау жасамай. Ол балаға әсерін көрмей жатады. Мысалға D витаминінің өзі бізде сүйектерді нығайтады, мысалға тіс эмалін жақсартады, жүрек қан тамыр жүйесіне дейін жауап береді, қалқанша безінің жұмысына жауап береді деген секілді функциясы көп, бірақ дозасын аз қолданудың салдарынан балада біз ешқандай эффект алмай жатамыз. Сол себепті жалпы негізгі витамин топтарын бізде жаңағы анализ зерттеулері секілді 6 айда бір рет міндетті түрде тапсырып тұрғандар дұрыс. Өйткені көктем мерзімінде бізде баланың ағзасы ересектердікіндей дәл солай әлсірейді. Жалпы витаминдер комплексі, ағзадағы витаминдердің мөлшері бізде азайып жатыр. Келесі слайд. Дәрігерге шұғыл қаралуды қажет ететін жағдайларды біз екі топқа бөлдік. Негізі көп жағдайда бізде дәрігерлерге ауруханаға балалар кешкеп жатады. Соның салдарынан балалардағы ем тиімсіз немесе асқынулармен және де ұзақ мерзімді емді талап ететін жағдайларға келіп ұшырасып жатамыз. Бұл кезекте аналардың жалпы сіздердің назарларыңызға бізге приоритетті және шұғыл белгілерді ұсынғымыз келіп отыр. Шұғыл белгілер бұл міндетті түрде ауруханалық емді, стационарлық емді талап ететін жағдайлар. Яғни балада тыныстың обструктивті белгісі болса, обструктивті белгі дегеніміз, мысалы кеуде клеткасының төменгі жағының тартылуы, бала тынысы жиілейді да, және втяжение деп айтамыз, төстің төменгі жағы ішке қарай тартылып жатса, міндетті түрде үй жағдайында ол баланы емдеуге болмайды. Өйткені обструктивті бұзылыстың әсерінен балада кез келген уақытта апноэ деп жатамыз, яғни кислород жетіспейді, ауа жетіспейді, асфиксия, ол мидағы қысымның жоғарылауына және мидағы түрлі патологиялық құбылыстарға алып келуі мүмкін. Орталық цианоз егер балада үй жағдайында ауыз айналасы көгерсе, міндетті түрде бала стационарлық емді талап етеді. Ол үй жағдайында емделетін нәрсе емес. Көп учаскелік дәрігерлер болсын, немесе басқа дәрігерлердің тарапынан егер қателік болып жатса, бұл нәрсе сіздің қаперіңізде болу керек. Ауыздың айналасы көгерді ма, міндетті түрде бала ауруханада болу керек. Өйткені ол үй жағдайында талап етпейді.
Енді шок белгілері деп жатамыз. Шок белгілерін негізі ерте біз қалай диагностикалаймыз үй жағдайында. Егер баланың аяқ қолы мұздап жатса, бала бір нүктеге ұзақ мерзімді қарап жатса, немесе бала қалыптыдан ұйқышыл болып келсе, бұл міндетті түрде дәрігердің қарауын және стационарлық емді талап ететін жағдайлар. Өйткені микроциркуляция дейміз. Кіші қан айналым, аяқ қолдағы қан айналым әлсіреген уақытта баладағы қан қысымы төмен түсіп кетуі мүмкін. Ал сіз үй жағдайында оны анықтай алмайсыз, сол себепті осы белгілерді естеріңізден шығармаңыздар. Тырысулар және ауыр сусыздану. Ауыр сусызданудың белгісі мен сіздерге атап кетейін, өйткені қазіргі уақытта балалардың көп іші өтіп, құсып жатқан аурулар көптеп кездеседі де, аналар кеш дәрігерге жүгіну арқылы сусызданудың ауыр дәрежесіне түсіп кетеді. Егер баланың көзі кір тисе, немесе тері қатпарлары құрғаса, немесе тері қатпарын ұстаған кезде қайтып қалпына келуі 3 секундтан асып жатса, ол ауыр сусыздану белгісіне жатады. Осы 3 белгі сіздерге қажеті. Қалғанын сіздерге дәрігер диагностикалап, нақтылап, ары қарай соның комплексті емін жасап береді. Осы 3 белгіні байқадыңыз ба, міндетті түрде ауруханалық ем алу керек. Өйткені сусызданудың ауыр дәрежесі ешқашан үй жағдайында емделмейді. Өйткені сіз үй жағдайында өздігіңізден внутривенный инфузияларды, яғни тамыр ішіне егулерді, немесе жалпы ағзадағы электролиттер деп жатамыз, натрий, калий основном жауап беретін сусыздануға. Сол электролиттерді контроль жасай алмайсыз, өйткені үй жағдайында сізде анализатор жоқ қой, анализ аламайсыз. Сол себепті жаңағы жоғарыда аталған 3 белгі пайда болды ма, міндетті түрде ауруханалық емге жүгіну керек. Енді приоритетті белгілер дейміз. Приоритетті белгілер бұл үй жағдайында емдеуге бала көнеді, бірақ міндетті түрде дәрігердің консультациясын талап ететін белгілер. Приоритетті белгінің біз негізгі топтарын бөлдік. Кез келген 2 айға дейінгі бала қарапайым мұрны ағып қалсын, қарапайым 1-2 рет жөтеліп жатса, міндетті түрде дәрігердің консультациясын алу керек. Өйткені 2 айға дейінгі балаларда жалпы зат алмасу процесі және де кез келген бізде ауру тез дамып кетеді. Олардың өйткені туылған кезде иммундық жүйесі толық қалыптаспаған, олар енді өмірге бейімделіп жатқан бала. 2 айға дейінгі баланы тіпті мұрны ақса да үйде ұстаудың қажеті жоқ. Міндетті түрде дәрігердің консультациясын алып, емді дәрігердің нұсқаулығымен жалғастырғандарыңыз дұрыс. Тыныс бұзылысы. Бізде мына шұғыл белгідегідей тыныс кеуденің төменгі бөлігін тартылуымен ғана болмай, сәл тыныс жиіледі ме, міндетті түрде дәрігердің консультациясы керек. Өйткені бізде бронхиальная дерево дейміз, бізде бронх талының бронхиолалар ең майда бөлігі тез көпіршіктерге толып қалуы мүмкін балаларда. Аслында біз 5 жасқа дейінгі балаларды айтып отырмыз. Сол себепті тыныста қандай да өзгеріс болды, міндетті түрде дәрігердің консультациясы. Фибрильді температура. Фибрильді дегеніміз 38 градустан жоғары температура. Көп аналар әсіресе мысалға жаңағы баласы жиі ауыратын аналарда біз олар үйреніп қалған температураны түсіретін препараттарды үй жағдайында да беріп, уақыт ұзартып алады. Егер баланың температурасы 38-ден жоғары көрсеткішті көрсетіп тұрма, ол бала дәрігердің қадағалауында болу керек, ешқашан үй жағдайында болмау керек. Бізде болады, көп аналар өздігінен лечение жасайды да, антибиотикті, жаңа противовирусный свечаны тағайындап қояды, ибуфенді, температура түсіретін препараттарды қолданады да, үй жағдайында баланы 3-4 тәулікке шейін ұстап қалады. Ал ол интоксикацияның әсерінен 4-3 тәулікте температура түспейді мүлдем. Өйткені организм біріншіден сусызданып қалған, екіншіден қан тамыр тарылады сусызданудың әсерінен. Және де қан қоюланады, сол моментте, ең соңғы моментте дәрігерге апарады. Осы нәрселерді сіздерден сұранамыз, мүлдем бұндай нәрсе болмау керек. Құрсақ қуысындағы ауырсынуларды келтірдік. Жалпы баланың ішіндегі кез келген ауырсыну. Ол өйткені бұл жерде бізде көбінесе варьировать етеді, көбінесе үлеске еге болатын бізде хирургиялық патологиялар. Кез келген хирургиялық патология бізде экстренный болып есептелінеді. Сол себепті көп жағдайда мысалға сізде жақпас тағам жегеннен функциональды жаңағы бұзылыстардан немесе тіпті балада глистный инвазия дейміз, құрттардың әсерінен де хирургиялық вмешательство, хирургтың консультациясын қажет етпейтін себептерден іші ауырсынуы мүмкін, бірақ оны міндетті түрде дәрігердің консультациясы көру керек. Балам ішім ауырды десе, сен жақпас бір нәрсе жеп қойған сияқты шығарсың мүмкін деген сияқты себептермен үй жағдайында ұстаудың қажеті жоқ баланы мүлдем. Баладағы мазасыздық, кез келген орташа есеппен алғанда жарты сағаттан аса бала мазасыз жылады ма, ол міндетті түрде дәрігердің консультациясы қажет. Өйткені бұл жерде хирургиялық патология да болуы мүмкін. Немесе басқа инвагинация дейміз, ішектердің бір-біріне кіріп кетуі, немесе сол секілді түрлі
бізде аурудың белгісі баладағы мазасыздық. Сол себепті жарты сағат көлемінен бала қатты жылап мазасызданып жатыр ма, міндетті түрде дәрігерге бір көрсеткеніңіз абзал. Енді табандағы ісіктер, бұл ешқандай талқылауға келмейтін, міндетті түрде дәрігердің консультациясын талап ететін нәрсе. Өйткені балада табанда ісіксіз байқадыңыз ба, ол зәр шығару жүйесінің патологиясы. Өйткені балада жалпы бүйректің функциясының бұзылуына 2 сағат уақыт жеткілікті. Өйткені 2 сағат көлемінде қажетті мөлшерде бүйрек фильтрация жасай алмады ма, ол ертеңгі күні хронический созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне де алып келуі мүмкін. Ол кезде ол аурудан, ол дерттен сіз ертең құтыла алмай қаласыздар. Сол себепті баланың табанындағы ісіктерге өте мұқият болу керек. Келесі сұрақ. Үй жағдайындағы алғашқы көмектер. Жалпы аналар көп жағдайда үй жағдайында абдырап жатады. Не істейміз, қалай жасаймыз, көмекті үй жағдайында қалай көрсету керек. Тыныс жолындағы бөгде зат деп келтірдік. Үй жағдайында бала еңбектеп жүріп, ойнап жүріп, немесе майда ойыншықпен ойнап жүріп, тыныс жолына бөгде заттың түсіп кетуі әбден мүмкін. Осы жағдайда жалпы балалардағы тыныс жолынан бөгде затты шығарудың бізде 2 түрі бар. Біріншісі 3 жастан асқан ересек балаларға, екіншісі бізде 3 жасқа дейінгі балалар. Суретте көрсетілген бізде 3 жасқа дейінгі балаларда, яғни баланы төмен қаратасыз, жауырын аралықтан табанның алақанның негізімен жауырын аралықтан 5 соққы жасайсыз. 5 соққы жасағаннан кейін міндетті түрде баланың тынысының қалыпқа келгеніне көз жеткізу керек. Егер тынысы әлі стридерді деп айтамыз, яғни сырылдап жатса, тыныс өтіп жатыр, бірақ сырыл бар болатын болса, осы процедураны қалпына келгенге дейін қайталау керек. Немесе бұл сіз 3 қайтара жаңа жауырын аралықтан ұрғаннан кейін ол көмек көрсетілмеді ма? Сізден жедел жәрдем келгенге дейін определенный уақыт өтеді. Ол кезде баланы шалқасынан жатқызасыз да, мына төстің төменгі бөлігінен саусақпен жоғары қарай итеруіміз қажет болады. Сол кезде бізде төменнен шыққан давление арқылы бөгде зат сыртқа шығады. Немесе 3 жастан асқан балаларда, үлкен балаларда бөгде затты біз енді олай ұрып шығара алмаймыз. Немесе төстің төменгі бөлігінен басып та шығара алмаймыз. Не жасаймыз? Баланы артынан ұстаймыз. Бір қолымыздың жұдырығын төстің төменгі жағына қоямыз да, баланы қатты көтереміз. Осы қысыммен шығарып жібереміз. Бұл жедел жәрдем келгенге дейінгі алғашқы көмек. Тұрақты дене температурасы үй жағдайында алгоритм деп алдық. Екінші шұғыл жағдайда. Дене температурасы жалпы балаларда, тырысуларда судороганы шақыруы мүмкін. 38 градустан асқан тұрақты температура, жаңа үйінде 2-3 күн емделіп қалған баланың температура түсуі қиын болады. Бұл себебі неде? Себебі баланың жалпы ағзасында бізде су жеткіліксіз. Қарапайым мысалмен келтірейін, газдың үстіндегі шайнек қайнап ішіндегі су таусылама, температура балада да дәл солай. Терімен испарение болады. Сол себепті расчет бізде баланың әр салмағына 70 мл су тәулігіне. Сіздің балаңыз 10 килома 700 мл сіз бөлшектеп тәулік бойы балаға беріп отыруыңыз керек ауырған жағдайда. Егер сізде температура үй жағдайында мүлдем түспей жатыр, сіз мысалға свеча салдыңыз, температура 15-20 минут күттіңіз, мүлдем түскен жоқ, 38-5. Артынан сіз сироп беруіңіз мүмкін, кейбір мамалар. Жарты сағаттың көлемінде, 20 минуттың көлемінде. Оған түспеген жағдайда балаға физиологиялық обтирание дейміз, денесін сылайсыз, суын бердіңіз, және бұл жағдайда бізде литический смесь деп жатамыз. Бұл жалпы көп үйде негізі біріншілік көмек ретінде міндетті түрде болу керек. Бізде протоколдардан алып тастаған кетодоп димедрол. Кетодоп димедрол жалпы негізі оның механизмі қандай? Мен жоғарыда айттым, негізгі тұрақты температураның себебі баладағы қан тамырының тарылуы. Қан тамыр тарылады, температурадан қан қоюланады, қан айналымы нашарлайды. Ал кетодоп димедрол бізде спазмолитик ретінде қан тамырдың просветін кеңейтеді. Бұл жалпы сізде дәрігерлік тағайындауды талап етпейтін дәрілік препарат ретінде қолдансаңыздар болады бұл үй жағдайында. Бұл жедел жәрдем келгенге дейін, өйткені егер көп аналарда мынандай балада анамнезінде судорога бар, бұрын судорога қайталанған бала міндетті түрде 38-ден жоғары температурада қайталануы мүмкін. Сол аналарға айтып жатырмыз, барлық балаға емес. Енді бала жарақат есебінен есін жоғалтқан жағдайда дейді, көп жағдайда үй жағдайында бала жарақат алып қалуы мүмкін. Құлайды, мысалға басына, мойнына зақым тиюі мүмкін.
сіз жедел жәрдем шақырдыңыз, бұл кезекте көп адам мысалы абдырып өздігінен ауруханаға жүгіріп кетеді да, бұл дұрыс емес нәрсе. Өйткені жалпы бас мойынның жарақаты кезінде баланы транспортировкада өте абай болу керек. Өйткені зақым тигеннен кейін ол жұлынға, жұлын сұйықтығына сізде жалпы омыртқаның сынық бөлігі немесе басқа да бөгде зат түсіп кетуі мүмкін. Оны жедел жәрдем келгенге дейін сіздің жасайтын әрекетіңіз баланы міндетті түрде жатқызасыз да, егер басқа мойынға зақым тиген болса, басты екі жағынан фиксациялаймыз. Яғни қатты үй жағдайында не бар бізде? Одеял болуы мүмкін, жастықша болуы мүмкін, немесе пеленка болуы мүмкін. Аласыз, екі жағына тірейсіз, чтоб бас қозғалмау керек. Бұл жедел жәрдем келгенге дейін сіздің үй жағдайда көрсетіп алатын бірінші көмегіңіз. Тұрысулар кезіндегі алғашқы көмек. Көп жағдайда бізге өзімізге судорогымен келіп жатқан балалардың да аналарының жіберетін қателігі, бала судорога болған кезде қолын аузына сап, оны алып қалғысы келеді. Өйткені тіл артқа қарай кетіп қалмау үшін деген түсінік бар. Мен сіздерге айтайын, егер бала бір қырымен жататын болса, оның тілі ешқашан артқа кетіп қалмайды. Көп жағдайда не болады? Адам жалпы негізі бала тырысу кезде ол қорғаныс рефлекс ретінде саусақ шайнап тастайды. Талай аналарды көрдік, қолын абыр-сабырда салып қояды да, ол зардап тигізеді. Баланың жалпы ағзасына да, анаға да. Сол себепті сізде тырысу болды ма, үй жағдайында бірінші кезекте сіздің қолданатын препаратыңыз магнезия. Қарапайым 25%-лық магний сульфаты міндетті түрде ампулада әрбіріңіздің үйіңізде болуы қажет. Оны біз не істейміз? Оны балаға салмайсыз. Бұлшықетке енгізудің қажеті жоқ. Шприцке набирать етесіз магнезияны 2 мл, 1,5 мл көлемінде баланың тік ішегіне жібересіз. Ол магнезия не істейді? Жалпы организмдегі спазмды, судорога шақырған сосудтардың барлығын ашады. Оның ешқандай противопоказаниясы жоқ. Магнезия тік ішекке жіберген кезде ешқашан баланың давлениесін түсіріп жібермейді. Ол просто спазмды қайтарады. Яғни сіздің балаңыз судорожный бала, судорога болуы мүмкін, температураның әсерінен судорога болып жатыр. Баланы қырымен жатқыздыңыз, шприцке магнезияны алып, кәдімгі тік ішекке 1,5 мл магнезия жібересіз, жедел жәрдемді күтесіз, болды. Оны тасымалдаудың, егер бала шалқасымен жатса, тілі кетіп қалуы мүмкін. Қырымен жатқан баланың ешқашан тыныс жолына тілі кетпейді. Ішек коликалары тоқтаусыз жылау. Көп жағдайда біз үй жағдайында, яғни біз 6 айға дейінгі балаларда кездесіп жатады бұл нәрсе. Кешкі уақытта, түнгі уақытта баланың тоқтаусыз жылауы. Тіпті не істеріңізді білмей кетесіз, жедел жәрдем шақырып қоясыз, жедел жәрдем келгенше сіз не істей аласыз үйде. Осы туралы айтайық. Жалпы газотводка, яғни баланың ішіндегі желді шығаруға арналған трубкалар, немесе қарапайым системаның шлангысы. Оның ешқандай қарсы көрсеткіші жоқ, баланың жалпы тік ішегіне ешқандай зиян келтірмейді. Базилин майын жағасызда трубка саласыз. Өйткені 6 айға мерзімге дейінгі балалар ішек моторикасының әлсіз дамуына байланысты іштегі желді шығарамайды. Көп жағдайда жалпы 70-80%-дік 6 айға дейінгі балалардың тоқтаусыз түнгі уақытта, кешкі уақытта жылауы ол іштің желденуіне байланысты. Оны көп жағдайда үйде не істерін білмей жатады. Осы біздің бүгінгі айтатын алғашқы көмектеріміз. Келесі слайд. Иммунитетті көтеру жолдары. Көп ананың сұрағы, баланың иммунитетін қалай көтереміз? Бүгінгі негізгі тақырыбымыз да осы. Негізі иммунитет көтеретін топқа біз иммуномодуляторларды, иммуностимуляторларды, иммуноглобулиндер және поливитаминдерді келдік. Негізі мен өзімнің практикамда күнделікті қолданып, дәлелді өзім нәтижесін көрген негізгі препараттарды сіздерге бүгін ұсынғым келіп отыр. Оның біріншісі жалпы иммуномодуляторлардан мен сіздерге биофлазид деген препаратты ұсынамыз. Бұл тамшы түріндегі препарат. 20 күн көлемінде балаға беріп отырасыз, таңертеңгісін, кешкісін, капля түрінде. Аннотациясы жалпы баланың салмағына байланысты дозировкасын подбирать етесіздер. Әр балада индивидуально. Биофлазидтің негізгі механизмі қандай? Жалпы бұл биофлазид бізде иммуномодуляторға жатады. Яғни бұның қызметі иммундық жүйені жоғарылату, ынталандыру. Баланың ағзасында негізі иммунитетке жауап беретін иммуноглобулин А, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G деген 3 негізгі компонент бар. Осы үшеуінің көрсеткіші қашан қайсы бірінікі төмен түседі, сол
жалпы система баланың организмінде зардап шегеді. Биофлазиттің дәлелді тұсы жалпы 3 компонентке де әсер етеді бұл препарат. Иммуноглобулин А, МЖ үшеуіне де әсер етеді. Енді иммуностимуляторлар қарапайым біз виферон свечалары, гемферон свечаларын көп қолданасыздар ғой. Бірақ оны көп аналар противовирусты препарат ретінде, противовирусты свеча ретінде қолданып жатады. Жоқ, ол өз кезегінде стимуляторларға жатады, яғни иммунитет ынталандыратын препаратқа. Оны егер жалпы виферонның өзінің схемасы бар, балаға таңертең кешкісін 10 күн саласыз. 10 күннен кейін бала міндетті түрде 1 апта көлемінде демалады. 1 аптадан кейін тек бір мезгіл тағы 10 күн салыну керек. Бұл өзінің стандартный схемасы. Егер бір курс осыны қолданатын болсаңыз, міндетті түрде баланың иммундық жүйесі более жақсы жұмыс жасай бастайды. Бұл біздің өзіміздің практикада балаларға тағайындап, қазіргі уақытта қолданып жүрген препараттар сіздерге ұсынып жатырмын. Енді иммуноглобулиндер. Мына жоғарыда аталған 2 препаратты сіз үй жағдайында бере аласыз. Ал иммуноглобулиндер бұл қарапайым тілмен айтқанда жасанды иммунитет дәрі ретінде тамыр ішіне балаға егіп қояды. Иммуноглобулиндерді жалпы қандай жағдайда қолдану керек? Екіншілік иммунодефицит деп жатамыз. Бала жаңа қарапайым температурадан басталған ауру тіпті 1 ай, 1,5 айға шейін созылып кететін жағдайлар бар. Дәрігерлер тексереді, бруцеллезға, лихорадичный группаның барлығын алады, тіпті оның белгісіз табылмай жататын жағдайлар да бар. Осы кезде бізде жалпы иммуноглобулиндердің тобында бізде биовен деген препарат бар. Бұл тамыр ішіне егіледі балаларға. Егер баланың жалпы температурасы, ауруы негізгі симптомдары 1 айдан ұзаққа созылса, және 3 компоненттің барлығы төмен көрсеткіштерді көрсетіп жатса, иммуноглобулиндерді қолдануға болады. Енді поливитаминдерден основной біздің мен сіздерге ұсынатын дорамариннің поливитамині және супрадинкитис. Қарапайым қазіргі аптекада сатылып жатқан супрадинкитис желе түріндегі аю дейді, мишка дейді, желе түрінде сатылып жатқан поливитаминдер. Поливитаминнің жалпы ағзаға тигізетін септігі, оның әсері өте жоғары. Осы егер аталған препараттарды қолданатын болсаңыздар, мен сіздерге жалпы кепілдік бере аламын. Өйткені мен оны көпшілік балаларда оның эффектісін көрдім, және ол балаларға көмектесетініне мен толық айта аламын. Келесі слайд. Енді баладағы жөтел. Жалпы баладағы жөтел бізде 3-ке бөлінді. Көп жағдайда бізде жөтел ұзаққа созылып кетеді. 10 күн, 14 күн, 20 күн, 1 айға дейін созылатын кездері бар. Неге? Өйткені біздің беріп жатқан еміміз неэффективны болады да, оның әсері болмайды. Өйткені жөтелдің өзі 3-ке бөлеміз: вирусты, бактериалды, аллергенді деген секілді. Егер сіздің жөтел вирусты болса, сіз оған антибиотик қолданып ешқашан ол жөтелді басамайсыз. Енді бұның негізгі қалай анықтаймыз? Бірінші кезекте бактериалды жөтелді анықтау әдісі ол жалпы қан анализіндегі лейкоцит пен нейтрофил деген 2 көрсеткішке мән беру. Яғни сіздің балаңыз жөтел бастады, міндетті түрде өзіңіз жергілікті поликлиникаңызға барып жалпы қан анализін тапсырасыз да, лейкоцит және нейтрофил осы 2 көрсеткішке мән бересіз. Егер екеуі жоғары, сіз міндетті түрде ол жөтелді антибиотикпен емдеуіңіз керек. Ал кейбір жағдайда болады, вирусты этиологиялық жөтел деп айтамыз. Жоғарғы тыныс жолына вирус түсуінің әсерінен шырышты қабат зақымдалады да, балада жөтел өкпеден емес, жоғарғы тыныс жолынан, тамақтан, бадамша бездерден, жергілікті рефлекстердің әсерінен пайда болады жөтелдер. Бұл өгізде жалпы қан анализінде, зерттеулерде бізде лейкоцит емес, жалпы лимфоциттің жоғарылауымен көрсеткіш береді. Бұл кезде сіз вирусқа қарсы препарат қолдануыңыз керек. Енді аллергенді жөтел бізде коклюш деп айтамыз, немесе көкжөтел секілді кешкі уақытта тоқтаусыз баланың жөтелі. Негізгі бізде аллергенді жөтелдерге, егер сіздің балаңыз күндіз жақсы жүреді, күндіз жөтел мүлдем жоқ, кешкі уақытта горизонталды қалыпқа қалай жатты, балада жөтел басталады кейбір балаларда. Бұл бізде аллергический кашель основном антигистаминді препараттармен емделеді. Бұның негізгі себебі бала горизонталды қалыпта жатқан кезде, жалпы мұрынның шырышты қабатындағы слиз бізде тыныстың артқы жолына стекать етеді, яғни ағады. Горизонталды қалыпқа жатады, аллергенді характердегі жөтел басталады. Антигистаминді препараттармен. Оның негізгі зерттеуі иммуноглобулин Е деген анализ бар.
иммуноглобулин ені тапсырасыз, нормада 50 нанограммға дейін, 50 нанограммнан жоғары болма жөтел уақытысында, значит сіздің жөтеліңіз аллергический характер. Оны сіз антибиотикпен де противовирусныймен де емдей алмайсыз, қарапайым антигистаминді препараттармен емдеу керек болады. Осымен біздің бүгінгі семинардағы негізгі слайдтың бөлімі бітті. Ендігі уақытта сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Енді менингит деген негізгі мидың қабатының зақымдалуы. Мидың қабатына вирустың түсуінің әсерінен циррозды менингит пайда болады. Бұл негізгі екі факторға біз бөлеміз. Бірінші себебі бізде бұл ауа тамшылы жол арқылы. Көп жағдайда мына сезонный менингит негізінен күзгі мерзімде көп пайда болады. Өйткені бұл ауа тамшылы жол арқылы жұғады да, біздің организмімізде негізі адамда ересектер болсын, балалар болсын, лимфа жүйесі деген нәрсе бар. Лимфалар бізде фильтр қызметін атқарады. Яғни қанның құрамынан миға қарай вирустың таралып кетуін алдын алып тұрады. Яғни ауа тамшылы жол арқылы бірінші кезекте. Екіншісі, ауа тамшылы жолдан бөлек. Екіншісі, мидың жалпы жоғарғы бөлігі шырышты қабатының салқындауы. Яғни қысқы мерзімде бас киім кимей жүреміз, немесе салқынға шығып қоямыз, басымызды жуып сыртқа шығып кетеміз. Басты жуып фенмен кептіргеннің өзінде бізде мына құлақтың қуыстарында, иірімдерінде бізде бөлшекті су қалады. Бәрібір су кіреді құлаққа қанша не дегеніміз. Осы шашты кептіргенмен бәрібір қысқы уақытта осы белгілер. Көбінесе статистика бойынша бізде менингитте жақсы өспірімдер. Және жақсы. Өйткені жаңағы шапка кигісі келмейді, мода қуалайды, салқын кезде сыртқа шығып кетеді. Бұның негізгі белгілерін айтайын. Көп жағдайда ауруханаға осы менингит бізде асқынған түрде келіп жатады. Өйткені бастапқы белгілерін білмейді. Басы кәдімгі температурамен, бала құсумен, бас аурумен басталады. Аналар көп жағдайда кәдімгі тұмаумен, кәдімгі гриппен шатастырып алып жатады. Менингиттің негізгі белгісі температура жоғары болады. Триадасы бар өзі менингиттің. Триада дегеніміз 3 негізгі белгі. Балада жоғары температура болады, бала құсады, және желкесі артқа қарай тартып ауырады. Баладағы шағым, желкем ауырып жатыр, басым ауырып жатыр, қысып баратыр деген сияқты белгі. Көп аналар бұны тұмау ғой, кәдімгі тұмау кезде де бас ауырады ғой деп шатастырып алады. Осы 3 белгі бар ма, міндетті түрде дәрігердің кеңесі керек. Одан кейінгі белгі уже менингит жалпы мидағы қабыну басталғаннан кейін 3-ші тәулікте шығатын белгі, ол жарыққа қарай алмау. Бала жарыққа қараса, көзім ауырып жатыр деген шағым басталады. Бұл мерзімнен де өтіп кетіп келетін балалар көп. Сол себепті осы 4 белгіні сіз нақты жаттап алсаңыз, сіз менингитті алдын ала диагностикалай аласыздар. Менингит емделетін ауру ешқандай артынан асқыну қалдырмауы да мүмкін, егер сіз уақытылы дәрігерге баратын болсаңыздар. Келесі сұрақтарыңыз. Енді біз жоғарыда да жаңа атап өттік қой, көп аналардың негізгі сұрақ, бұл көп кездеседі менің немде да, практикамда. Сөйтеді аналар тіпті кейде садикке жібермей қоя береді, жібереміз ауырып қала береді дейді. Жоқ, біз айттық, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша бала 8-10 рет секілді вирусты инфекцияны басынан кешіру керек. Өйткені ол көпшілік орта садикке барады. Егер сіздің балаңыздың иммундық жүйесін сіз анализ талдау арқылы дұрыс екеніне көз жеткізсеңіз, ол аурушаңдықтың алдын алу тек иммуномодулирующий препараттарды комплекс ретінде қолдану және поливитаминді қолдану арқылы ғана алдын ала аласыз. Ал баланың жалпы садикке барған кезде, яғни бірінші адаптационный период дейміз, адаптация кезінде 1-2 ай көлемінде жиі ауырып қалуы ол қалыпты жағдай. Сұрақтарыңыз болса? Вакцинаға жалпы вакцинаны салғызған өте орынды, өйткені вакцина бізде прививка управляемый, жалпы вакцина управляемый инфекция топтарының барлығының алдын алатын нәрсе ол вакцина. Ол жайдан жай ойлап табылған нәрсе емес, өйткені жалпы вакцинамен біз көптеген вирустың алдын аламыз. Қазіргі аналарға да мен әрдайым айтып жүремін, әрдайым ұсынып жүремін, календарь бойынша мейлінше мүмкіндігінше вакцинаны толық алған дұрыс. Кейбір жағдайда мынандай жағдайлар кездесіп жатады. Баланы жалпы 1 жасқа дейін жаңағыдай вакцина салдыратын моменттерге сәйкес келіп қалады да респираторный аурулар. Бала температура жетіп қалады, кейінге қалып кетеді, созылып кетеді.
сөйтеді да уже 1 жасқа жетіп қалады, 1 жасқа дейінгі біраз вакцинасын алмай қалады бала. Мысалға 2 айлығында алу керек вакцина кезінде бала ауырып қалды, вакцинаны салғызған жоқ, медотвод берді, дәрігері созды, сол күйі ол вакцина салынбай қалды да, и 1 жаста анасы не істейміз, 2 айындағы вакцинаны алмаған еді деген сияқты сұрақтарға мен былай жауап беремін. Кез келген жаста жалпы 5 жасқа дейінгі приказ бойынша бізде 5 жасқа дейін 2 айда немесе 4 айда алатын 2 вакцинаны сіз алмасаңыз, кез келген уақытта тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша учаскелік дәрігерге барып, вакцинация календарін жаңадан түздіруге болады. Мысалға бізде АКДС пен көр 1 жаста алыну керек, АКДС мысалға 2 айлық мерзімде алыну керек па, екеуінің арасы 10 ай. Екеуінің арасы 10 ай ғой. Сіз жаңа календарды, мысалға сіз бүгін бірінші АКДС салғызсаңыз, 10 айдан кейінгі мерзімге сізге көрді қойып бере береді. Яғни сіз 1 жасқа дейін алатын вакцинаны 5 жасқа дейін жалпы алып бітіруіңізге болады. Бұны көп аналар білмейді, 1 жасқа дейін алмайды, немесе уақытында бармайды да, 1 жастан кейін вакцина алуға болмайды деген сияқты түсінікпен көп баланың вакцинасы қайтып кетіп жатыр. Мүмкін негізі порок сердца деген жалпылама негізі диагноз ғой. Порок сердцаның өзі бізде ДМЖП, ДМПП, открытое овальное окно деген секілді түрлі жүректің қай бөлігінде ақау бар, соған байланысты негізі бөлінеді пороктар. Көп жағдайда 80% жазылып кетуге ықтимал пороктар, олар бізде жүрекше аралықта немесе бізде қарынша аралықта, жүректің осы арадағы пердеде орналасқан пороктар. Өйткені бала возрасты ұлғая келе жүректің ортасындағы қалқанда, жүректің миокарды, яғни жүректің еті де бізде қалыңдайды, жетіледі. Осының салдарынан бітелуі мүмкін. Ал бізде мысалға ДМПП, ДМЖТ-дан бөлек открытое овальное окно ол көп жағдайда бітелмей жатады. Ал мен тағы бір нәрсе осы тарапта айтып кетейін. Жалпы порокқа алып келетін нәрсе балаларда ол внутриутробный инфекциялар. Қазіргі уақытта, тем более мына коронавирустан кейін байқасаңыздар, 20-шы, 21, 22 жылы туылған балалар жалпы пороктарға, патологияларға бейімдеп жатыр. Өйткені жалпы дүние жүзінде 80% адамда негізі внутриутробный инфекциялар бар. Ол бізде цитомегаловирус, Эпштейна бара деген секілді вирустар бар да, который ауа тамшылы жол арқылы беріледі, но ағзада ол ұйықтап жатады. Когда иммунитет нормально, он подавлять етіп тұра береді. Ал жүктілік мерзімінде дұрыс күтім болмауының салдарынан стресстер болады, который иммунный системаны түсіріп тастайтын. Немесе жүктілік барысында 9 ай көлемінде 3 рет, 4 рет респираторлы кәдімгі тұмауды переносить етуде иммунитет түседі. Қашан иммунитет түседі? Жүкті әйелде иммунитет түсіп кеткеннен кейін жаңағы 80%-да кездеседі деген цитомегаловирус, Эпштейна бара деген вирустарымыз оянады да, ол баланың ағзасына, иммундық жүйесі жоқ, іштегі құрсақтағы баланың ағзасына әсер етеді. Осының салдарынан врожденный пороктар, жүректегі тесігі барлар, басында суы бар балдар, немесе тіпті мынау твердый небаның таңдайдың дұрыс жабылмауымен де түрлі пороктармен балалар туылып жатыр ғой, ДЦП-мен, неврологиямен. Кез келген порок бізде внутриутробный инфекцияның әсерінен. Сол себепті жүктілік мерзімінде күтіну керек кез келген пороктың алдын алу үшін. Енді мынандай осы тарапта бірінші айта кетейін, қазір семинардан кейін барлықтарыңызға электронды кітапша, осы прикорм 6+ прикорм деген менің өзімнің жеке кітапшам таратылатын болады. Ол жерде қай жаста балаға қандай тамақ, қанша калоражда, қанша мезгіл деген секілді схеманың барлығын сызып көрсеткенбіз, бала дұрыс тамақтану бойынша. Енді сүтке келетін болсақ, көбінесе бізде тетрапакеттен көрі, мысалға қолдың сиырдың сүті, қолдың ешкінің сүті деген сияқты нәрселер көп қолданып жатады да халықтың арасында. Негізі 1 жасқа дейінгі балалардың лактозаны, именно сүттің құрамындағы лактатты лактозаны непереносимость болады. Өйткені сиырдың сүтінің құрамында бізде лактоза бар, оны асқазан дұрыс қорыта алмайды. Сол себепті дәрігерлер көп жағдайда 1 жасқа дейін мүмкіндігінше сиырдың сүтін бермеңіздер. Немесе
халықтың арасында сиырдың үстіне сәл су араластырып беріңдер, неғыңдар деген секілді нәрселермен де қолданып жүр да. Бұл бірақ қарсы көрсеткіш емес. 1 жасқа дейін сиырдың сүтін беруге болмайды, қолдың сүтін беруге болмайды деген сөз емес. Но определенный группа бар балдарда, группа риска дейміз, именно сол сүттің құрамындағы лактозаны қорыта алмайды. Балада запор болады, іші қатып қалады, үлкендерді майланып кетеді. И ол өз кезегінде балада уже беспокойство, вздутие, іштің ісінуі, осы секілді түрлі клиниканы алып келуі мүмкін. Бұл үшін жалпы бізде зерттеу бар лабораторияда. Именно осы лактозаға переносимостьқа тапсырасыз балада. Үлкен дәретін тапсырасыз, сүт беріп жүрген баланың үлкен дәретін тапсырсаңыз, соның құрамында лактозаны анықтап береді. Нормадан аспаса, сізде ойланбастан сүт бере беруге болады. Негізі сүтті сіз бала туылғаннан, мен сіздерге айтайын, кемі 1,5 жасқа дейін анасының сүтімен қоректену керек. Өйткені ананың сүтіне жететін еш нәрсе жоқ. Сіз 6 айдан бастап қосымша тамақты қосасыз, бірақ жалпы грудной вскармливание мүмкіндігінше 1,5 жасқа дейін жеткізгеніңіз дұрыс. Сүтті қоспай. Енді негізі тырнақ бірінші кезек негізі 3 негізгі белгіні атап өтуге болады. Осы деформацияға байланысты, тырнақтағы көрініске байланысты. Біріншісі, мен жоғарыда айтып кеткен 3 баланың екеуінде бізде анемия дедік. Яғни организмде гемоглобин жетіспеуінің әсерінен тырнақтағы түрлі байқасаңыздар, кейбір балаларда, кейбір ересек адамдарда тырнақта ақ нүктелер пайда болады. Немесе жаңағы тырнақтың орта бөлігі ішке кіріп кетеді деген секілді. Ол основном гемоглобинге, организмдегі темір жеткіліксіздікке байланысты. Ол үшін жаңа анализдер деген бөлікте көрсеткен ферритин және железаны тапсырасыз гемоглобинмен бірге. Ал екінші жалпы тырнақтардағы деформация ол D3-дің организмде тапшылығы. Бұған дейін жалпы осы соңғы 4-5 жылдыққа дейін біз D3-ге көп көңіл бөлмейтін едік. Қазір соңғы ғылыми зерттеулер бойынша, соңғы негізгі зерттеулер бойынша бізде ағзада D3-дің қызметі өте күшті. Өйткені D3 бірінші кезекте кальцийдің сіңірілуіне тікелей жауап береді. Ал организмде, когда кальций сіңбейді, D3 жеткіліксіз болған кезде, қанша сіз тағаммен творогты, жаңағыдай сүт өнімдерін тұтынғаныңызбен, кальцийге бай тағамдар тұтынғаныңызбен D3 төмен болса, сізге ол ағзаңызға сіңбейді ішекте. Осы екінші себебі. Яғни сізде балаңызда немесе ересек туыстарда тырнақта деформация бар ма? Бірінші кезекте темірге, екінші кезекте кальцийге тапсыруыңыз керек. Мен бір сұрағым бар. Мына бала не қылады ғой, қолындағы тырнағын тістеп жейді ғой. Ол әдет па или бір организмге жетіспейтін не ма? Жоқ, негізі тырнақ жеу және мынау кесек жейді ғой балалар. Кесек жеу оның бәрі организмдегі железаның тапшылығынан. Иә, тырнақта кесек те бізде темірге байланысты ағзадағы. Сол себепті ферритинді жалпы тікелей тапсырып тұру керек. 6 ай сайын жалпы қан анализін, жалпы мына ненің жалпы қан анализі мен ферритинді железаны тапсыру керек деп атқаным сол балаларда. Ну, енді катаральный енді катаральный дейміз, құлақтың жалпы шырышты қабатында жергілікті қабыну болуы мүмкін. Соның салдарынан да болуы мүмкін. Сұрақтарыңыз? Енді мынау очки тағатын балдарымыз мысалы төменгі неде 0,5 пен 0,75-те очки тақпай жүре берсе мысалы да, ол ары қарай нашарлап кетуі мүмкін бе, жоқ әлде тұра береді ме? Мүмкін. Өйткені 0,5 болсын, 0,75 болсын, жалпы көздегі бізде зрительный нерв бугор бар да, бугор дегеніміз мына самайда бізде түйін бар. Көздегі нервке алып келетін түйін бар.
0,5 болсын 0,75 болсын кез келген ауытқу сол жаңа түйінге бізде күш түсіреді. Получается көз ары қарай 0,75 0,5-ті қамтамасыз етіп тұру үшін, дұрыс көруді, более дұрыс көруді қамтамасыз ету үшін нервтер орталық жүйке жүйесінен бізде шамадан тыс жұмыс жасай бастайды. Ол организм всегда компенсировать етіп тұрамайды, компенсировать, яғни всегда соны жетілдіріп тұрамайды. Организмде определенный уақытта шаршайды. Ол мүмкін 5 ай, может 6 ай, может 1 жыл. Ал, когда уже нервтердің жалпы қызметі толыққанды атқара алмайды, ол кезде уже зрение артқа қарай кетеді. Демек, міндетті түрде тағу керек қой, көзілдірікті. Міндетті түрде тағу керек, Жалпы статистика өткенде мен бір мақала оқыдым, статистика бойынша әлемде көзден, осы зрениеден зардап шегетін Япония екен да. Японияның жалпы 75% адамы көзілдірік тағады екен. Олардың зрениялары дұрыс емес. Бірақ әлем бойынша офтальмологтың кеңесін көп алатын және көзілдірік тағатын халық та Япония екен. Оларда медицина дамып кеткен, халықтың менталитеті өзгерген, олар көзге немқұрайлы қарамайды. Сол себеп сіздің сұрағыңызға жауап осы. Қазақта онлайн қарап отырған көрермен сұрақ болып жатыр. Цитомегаловирус шықты баламда, емдеу жолын айтасыз ба? IgG вирус положительно шықты. Енді цитомегаловирус дегеніміз жаңа внутриутробный жатыр ішілік инфекция ғой, жатыр ішілік инфекция. Бұның негізгі анықтаудың бізде екі әдісі бар. Біріншісі ИФА әдісі мен иммуноферментті анализ. Сіздің тапсырғаныңыз ол IgG дегеніміз иммуноглобулин G, бұл иммуноферментті анализ. Және де иммуноглобулин G бұл баланың ағзасы, қарапайым тілмен айтқанда, сол вируспен жолыққанын ғана көрсетеді. Ол сіздің балаңыздың ағзасында сол вирус қазіргі уақытта активно көбейіп жатыр, балаға зиянын тигізеді деген сөз емес. Ал егер иммуноглобулин G емес, иммуноглобулин M шыққанда міндетті түрде балаңызды емдеу керек. Өйткені вирус көбею арқылы цитомегаловирус балада бірінші кезекте баланың миы мен бауырын зақымдайды. Бұл серьезный диагноз. Ал енді сізде G шықты. Осыған көз жеткізу үшін осыны ары қарай обследовать ететін екінші анализ ол бізде ПЦР, полимеразды цепная реакция дейді. ПЦР әдісімен сіз қанды, мочаны, слюнаны лабораторияға тапсырасыз ПЦР-ге. Егер осы үш биологиялық заттан, биологический жидкостьтің біреуінен положительный цитомегаловирус шығатын болса, бұл вялотекущий дейміз. Аз мардымды көбеюмен өтіп жатқан цитомегаловирус. Оны да емдеу керек. Ал қазіргі сіздің анализ көрсеткішіңіз бойынша данный момент сізге емдеу керек немесе емдеуді қажет етпейді деп мен нақты айта алмаймын. Сол үшін ПЦР тапсырыңыз міндетті түрде. ПЦР-дің мына контактілерге жаңа слайдты қоясаңызшы. Мына жерде көрсетілген контактіге WhatsApp-қа маған жіберсеңіз, анализін мен міндетті түрде сізге толық ары қарай расшифровать етіп айтып бере аламын. Цитомегаловирус егер мерзімін ерте емді бастасаңыз, ол емделетін. Енді жаңағы басқа айтылған мочадан бөлек кровь пен слюнаны тапсыру керек болады. Көп жағдайда балада моча мен кровьта бізде 2 ай мерзімге дейін ғана положительно көрсетеді, одан кейін жоқ болып кетеді. Ал слюнада бізде 6-8 айға шейін сақталуы мүмкін сол вирустың көрсеткіші. Сол үшін слюнаны обязательно тапсырасыз. Сұрақтарыңыз? Негізі мен жаңа анализдер бойынша айтып кеттім ғой, иммуноглобулин А, М, G, иммунограмма деген анализ, соны тапсырасыз. Егер көрсеткіштері 10%-дан төмен болмаса, мысалға нормада иммуноглобулин G бізде 4/2 мен 4/6 нанограммның арасын көрсетеді. Егер 4/2-ден 4-тен төмен болмаса, сіз табиғи өніммен оны орнын толықтыра аласыз, иммундық жүйені ынталандыра аласыз. Ал 4-тен төмен ба, сіз поливитамин бермей, сіз иммуномодулятор қолданбай, оны табиғи өніммен қалпына келтіру ол қиын нәрсе. Ол үшін барлығы зерттеулер арқылы. Сұрақтарыңыз болса, осымен бүгінгі семинарымыз аяқталды. Бәріңізге алғыс білдіреміз. Келгендеріңізге, сұрақтарыңызға келесі семинарда жолыққанша.